Ассалаумағалейкум көпшілік, сәлеметсіздер ме? Қасиетті Рамзан айынан бастап ел ордамыздан жағымды жаңалықтар келіп жетті. Яғни халқымыздың тұрмыс тіршілігіне тіке қатысты болған тиімді жаңа саясаттар осы сәуір айының сәтті күндерінен бастап атқарыла бастады. Енді бүгін біз сіздермен осы халықтың тұрмыс тіршілігіне тіке қатысты болған жағымды жаңалықтармен бірге бөлісетін боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Айтпақшы болған жағымды жаңалықтарымыздың біріншіден өзінің отбасылық жағдайын жақсартуды мақсат еткен жаңа техникалармен, жаңа бизнеспенен, яғни жаңа сауда-саттықпенен айланысуды мақсат етіп отырған отбасыларына және жастарға үкімет жағынан қайтарымсыз 1.200.000 теңге грант беретін болды. Грант дегеніміз, яғни сыйлық, ақшалай сыйлық беріледі. Өзінің тұрмыс тіршілігін жақсарту мақсатында сауда-саттықпенен шұғылдану үшін берілетін жәрдемақы 1.200.000 теңге. Бұл ақша негізінен қайтарымсыз. Сіздің тұрмыс тіршілігіңізді жақсарту үшін берілетін ақшалай сыйлық деп айтуға болады. Енді бұл ақшалай сыйлықты кімдерге беріледі деген кезде, әсіресе мына 29 жастан төменгі жастарға, сондай-ақ отбасында қиыншылығы бар көп балалы аналарға осы қайтарымсыз грант беріледі. Сонымен бірге шетелден қоныс аударып келген қандастарға осы грант беріледі. Енді бұл арада шетелден қоныс аударып келген қандастар негізінен азаматтық алмаған, жаңадан келген, қолында оралман куәлігі бар осындай жастарға, сауда-саттықпенен айланысқысы келген осындай жастарға берілетін грант болып есептеледі. Енді осы ақшалай сыйлықты, яғни грантты алу үшін, енді қалай алу дегенде, алу жолдары бұның негізінен өзіңіздің тұрғылықты жеріндегі еңбекпен қамту орталығына барасыз. Еңбекпен қамту орталығына барып, сол жерден өтініш беруіңізге болады. Яғни, егер сіздің өзіңіздің қолыңызда ЕЦП бар болса, яғни ЕЦП дегеніміз электронды қолтаңба. Егер сізде электронды қолтаңбаңыз болса, үйден шықпай отырып, егоп кз деген порталы бар. Осы порталға кіру арқылы сол жерде отырып өтініш бере аласыз. Айтпақшы болған екінші бір жаңалығымыз тұрғын үйлерді субсидиялау. Яғни тұрғын үйлерді жалға алғаннан кейін оны үкімет жағынан субсидиялап береді. Яғни нақтырақ айтқан кезде, егер сіз уақытша үйді жалға алып отырмақшы болсаңыз, үкімет сізге жәрдем ақы береді деген сөз. Яғни сіз квартираны 100.000-ға жалдап отырған болсаңыз, 100.000 теңгенің 50.000 теңгесін өзіңіз төлейсіз, ал қалған 50.000 теңгені үкімет жағынан сізге жәрдем ақы ретінде беретін болады. Енді бұл саясат негізінен осы 5 сәуірден бастап негізінен жолға қойыла бастады. Енді бұл өтінімдерді қай жерге барып береміз деген кезде, бұны өзіңіздің тұрғылықты жеріндегі соңға барып, яғни жұмыспен қамту орнына барып, сол жерден өтінім берсеңіз болады. Егер де сізде ЕЦП, яғни қолтаңба, электронды қолтаңба бар болған болса, онда егоп кз порталы арқылы үйіңізден шықпай-ақ сол жерде отырып осы өтінімдерді бере аласыз деген сөз. Енді айтпақшы болған үшінші бір жаңалық, үкімет осы сәуір айынан бастап әрбір отбасына жер алу үшін, жер үй салу үшін осы жер беруді жолға қойды. Негізінен бұл өтінімдерді негізінен әзірден бастап үкімет қабылдай бастады. Сіз егер жер үй салмақшы болып жер талап етсеңіз, үкіметке өтініш жазуыңызға болады деген сөз.
Енді бұл өтінішті қалай береміз деген кезде егоп кз порталы арқылы, егер сізде ЕСП болса, яғни электрондық қолтаңбаңыз болса, осы порталға кіру арқылы бұған өтініш жазуыңызға болады. Енді бұл берілетін жердің көлемі негізінен 10 соттық жер. 10 соттық жер. Оның талаптары негізінен Қазақстан азаматтығын алған барлық азаматтарға беріледі деген сөз. Яғни сізде негізінен өзіңізде тұрып жатқан үйіңіз болсын болмасын, яғни квартирада отырыңыз, яғни жер үйде отырыңыз, қандай да болмасын, бұған барлық азаматтар өтініш бере алады деген сөз. Енді және бір жағымды жаңалық болса, ол енді бұрыннан тартып өзіміз айтып келе жатқан қоныс аудару. Яғни Қазақстанның оңтүстік өңірінде тұрған тұрғылықты жерінде тұрған адамдарды солтүстік районға көшіру. Сонымен бірге шетелден келген қандастарды солтүстік райондарға қоныстандыру, көшіру саясаты. Енді бұл биылғы шыққан саясат негізінен солтүстік райондарға қоныс аударушыларға берілетін жәрдемақы бұрынғылармен салыстырғанда негізінен көбейді. Яғни көшіп келушілер үшін, солтүстік районға көшіп келушілер үшін әрбір адамға берілетін жәрдемақы ақшамен есептегенде, теңгемен есептеген кезде әрбір адамға 200 мың теңгеден астам жәрдемақы берілетін болды. Енді бұл солтүстік райондарды және бір атап өтейік. Солтүстік райондар дегеніміз Семей облысы, яғни Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар облысы, Қостанай облысы және Петропавл, яғни солтүстік Қазақстан облысы. Осы райондарға көшіп келуді мақсат еткен адамдарға жаңадан тегін үй беріледі. Сонымен бірге жоғарыда атап өткендей, әрбір адамға 200 мың теңгеден жәрдемақы беріледі. Сонымен бірге осы районға көшіп келушілерге жоғарыда атап өткен тиімді жаңа саясаттарларын толық пайдалана алады деген сөз. Яғни жоғарыда атап өткендей қайтарымсыз гранттарды олар өзінің бизнес жобасын, яғни сауда-саттық жоспарын жазу арқылы бұларға қол жеткізе алады. Сонымен бірге өзінің тұрмыс тіршілігін жақсарту үшін үкіметтен, яғни банктен ең төменгі пайызбенен, яғни 4%-да 5% жылдық өсім осындай өте төмен пайыздарменен кредит ала алады. Міне осындай тиімді саясаттар арқылы өзінің тұрмыс тіршілігін жақсартып кете алады деген сөз. Енді шетелден келген қарындастар осындай тиімді саясаттардан уақытында пайдаланып қалуын үміт етеміз. Енді осы сәуір айының соңынан бастап атқарылатын және бір жағымды жаңалық, ол болса, сіз егер өзіңізге жекелей машина сатып алмақшы болсаңыз, үкімет ең төменгі пайызбенен, яғни 4%-менен, жылдық өсімі 4%-менен машина сатып алу үшін кредит беретін. Енді бұл өтімдер негізінен осы сәуір айының соңынан бастап басталады. Енді назарларыңыз бізде болсын. Өз уақытында біз және де бұл жаңалықтарменен бөлісетін боламыз. Енді жоғарыда айтып өткен тиімді саясаттарды қалай өтініштер береміз? Жазған өтінішімізді қалай жолдаймыз деген мәселе туындайды. Енді бұл мәселелер жөнінде біз келергі санда сіздерге айтатын боламыз. Келергі санда осы егоп кз порталы арқылы өтінімдерді қалай жолдаймыз, сонымен бірге ЕЦП, яғни электронды қолтаңбаны қалай аламыз, осы мәселелер жөнінде келергі санда сіздерге жан-жақтылы түсіндіретін боламыз. Енді біздің сіздерден өтінеріміз, біздің осы Дүбірлі көш атты каналымызға тіркеліп алыңыздар. Сонсоң айтатын пікірлеріңіз болса, аяқ жағындағы пікір қалдыратын жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді, сұрайтын сұрақтарыңызды сұрасаңыздар болады.
біз дер кезінде сіздерге жауап беретін боламыз. Енді келесі санда көріскенше сау саламат болыңыздар.